Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомыз өрмекші жайлы болады. Имам Наблуси өрмекші жайлы былай деген: түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің айналаңызда алаяқтар мен өтірікшілер бар екендігіне ишара. Сізге бір зиян бермей тұрып, олардан құтылу керек екендігінің белгісі. Түсіңізде үлкен өрмекші көрсеңіз, кедейшілікке ұрынатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде кішкентай өрмекшілерді көрсеңіз, басыңыздағы қиыншылықтарды білдіреді. Егер сабыр сақтасаңыз, олардан сүрінбей өтесіз. Сондай-ақ кішкентай өрмекші сіздің жауыңыздың әлсіз екендігін білдіреді, бірақ та абай болған жөн. Түсіңізде өрмекшіні ұрып жатсаңыз, басыңыздағы қиыншылықтардан құтылатындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің тәубе жасайтындығыңызға ишара. Имам Жафар Садықтың түс жоруы бойынша, түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің ақиқат іздеп жүргендігіңізді білдіреді, бірақ сіздің әлсіз екендігіңізге ишара деген. Түсіңізде өзіңіздің өрмекшіге айналып кеткеніңізді көрсеңіз, өтіріктен бас тартып, жақсылыққа бет бұрғаныңызды білдіреді. Түсіңізде өрмекші аулап жүрсеңіз, жақсы адамдарға кезігетініңіздің белгісі. Түсіңізде өрмекшінің төбеден құлағанын көрсеңіз, қыстың суық болатындығына ишара. Түсіңізде шашыңыздың арасынан өрмекшіні көрсеңіз, уайымыңыздың белгісі. Түсіңізде шашыңыздың арасынан өрмекшіні көрсеңіз, сізді бір адамның бопсалап жүргендігіне ишара. Бойдақ қыз түсінде үйіне кірген өрмекшіні көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатындығына ишара. Егер сол кірген өрмекшіден қорықсаңыз, ер адамдардан және тұрмысқа шығудан қорқатындығыңыздың белгісі. Бойдақ адам түсінде өрмекші көрсе, бойында қулық, өзімшілдік сияқты жаман қасиеттер бар екендігін білдіреді. Тұрмыс құрмаған әйел түсінде өрмекші өлтіріп жатқанын көрсе, ол әйелдің бойында біреулерді ұрыстыру немесе арандату секілді жаман қасиет бар екендігіне ишара. Бойдақ адам түсінде өрмекшіні ұстап жүрсе, оған көреалмаушылықпен қараған адамдарды одан сайын қызғандыратынын белгісі. Тұрмыстағы әйел түсінде өрмекші көрсе, кез келген қиыншылықты оңай шешетіндігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде улы өрмекшілерді көрсе, онда оның күйеуіне бір әйелдің жаманшылық ойлап жүргендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде өрмекші жеп жатқанын көрсе, ол әйелдің қу екендігіне ишара, бірақ сол қулығының арқасында кез келген қиыншылықты оңай шешетіндігін білдіреді. Түсіңізде өрмекшіні төсегіңіздің үстінен көрсеңіз, онда әйеліңіздің сізді тыңдамай өз білгенімен жүретіндігінің белгісі. Түсіңізде көп өрмекші жүргенін көрсеңіз, онда сіздің басыңыздан бір қиыншылықтың өтіп жатқанына ишара. Психологиялық тұрғыдан сізге ауыр тиіп жатқанының белгісі. Түсіңіздегі өрмекшіні көрсеңіз, әйеліңіздің сізді тыңдамай, сіздің ашуыңызға тиетін істерді істеп жүргендігіне ишара. Сондай-ақ түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіздің жауларыңыз бар екендігінің белгісі, бірақ сіз оларға қарсы тұра алатын күшіңіз бар екендігіне ишара. Түсіңізде көп өрмекшіні көрсеңіз, бұл сіздің жағдайыңыздың көп өзгеретіндігінің белгісі, өмір ағымыңыз тұрақсыз екендігіне ишара. Түсіңізде жұмыс орныңызда өрмекші көрсеңіз, бұл жұмыстың сізге жарамайтындығына ишара, және ол жұмыс сіз ойлағандай жақсы жұмыс емес екендігіне ишара. Ибн Шахиннің түс жоруы бойынша, түсіңізде өрмекші көрсеңіз, сіз танитын адамыңыз сізге бір зиян беретіндігіне ишара, сол үшін абай болуыңыз керек деген. Түсіңізде өрмекшінің қабырғаға торын салып жатқанын көрсеңіз, онда ол сіздің жаман ойлы екендігіңізді және басқа адамдарға зиян тигізгіңіз келетіндігін көрсетеді. Түсіңізде өрмекшінің торын көрсеңіз, сіздің атақты әйелге үйленгеніңізге және ол әйелдің дінді жақтырмайтындығына ишара, дін оның жек көретін нәрсесінен. Түсіңізде үйіңізді өрмекшінің ұясынан тазартып жүрсеңіз, өмір сүруге деген талпынысыңызды көрсетеді.
Түсіңізде киіміңізді өрмекшінің торынан тазартып жатсаңыз, басыңыздағы қайғыдан арылатыныңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің торынан тазаланып жүрсеңіз, бұрынғы сізге ұнамайтын жағдайларды тоқтатып, өміріңізді жақсы жаққа бұрғандығыңыздың белгісі. Түсіңізде өрмекшінің ұясын көру сіздің қиындық кезіңіздегі тығылып қалатын орныңызды білдіруі мүмкін. Түсіңізде өрмекшінің торын бұзып жатқанын көрсеңіз, айналаңыздағы туысқандарыңыздың қайғысын кетіріп жатқандығыңызға ишара. Сондай-ақ бұл сіздің өз өміріңізді өзгертуге деген талпынысыңыз. Түсіңізде өрмекшінің ұясын іздеп жүрсеңіз, бір жаманшылыққа тап болатындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің торын тазалап жатсаңыз, сіздің бір қиыншылыққа тап болғандығыңыздың белгісі, бірақ одан жігеріңіздің арқасында құтылғандығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің торын тазалап жатсаңыз, сіздің өз күшіңіз бен ешкімнің көмегінсіз бір мақсатқа қол жеткізіп, басқа бір белесті бағындыруға жол бастағаныңыздың белгісі. Түсіңіздегі өрмекшінің торы кедейшіліктің белгісі де болуы мүмкін. Түсіңіздегі өрмекшінің торы сіздің біреудің көмегімен жүргендігіңізге ишара. Сол үшін де біреуге сенбей, өзіңіздің күшіңізге сену керек екендігінің белгісі. Тұрмыс құрған әйел түсінде үйінің өрмекшінің торына толып тұрғанын көрсе, онда оның өмірін бұзу үшін оған біреудің тұзақ құрып жүргендігіне ишара. Сондай-ақ бұл түс сол әйелдің өзіне жүктелген міндетті дұрыс атқармай жүргендігіне ишара. Егер ер адам түсінде үйінің ішінен өрмекшінің торын көрсе, қаржылай қиындыққа түсетіндігінің белгісі. Сондай-ақ басыңыздағы қиындықтарға сабыр сақтап жүргендігіңізге ишара. Түсіңіздегі өрмекшінің торы достарыңыз бен сіздің араңыздағы қарым-қатынастың бұзылғандығына ишара. Түсіңізде өрмекшінің үстіңізге тор салып жатқанын көрсеңіз, бір қиыншылыққа тап болатындығының белгісі. Тұрмыс құрмаған әйел түсінде өрмекшінің торын көрсе, сөз салған жігітке тұрмысқа шықпайтынын білдіреді. Түсіңізде бір үйдің ішінен өрмекшінің торларын көрсеңіз, ол адамдардың көмекке мұқтаж екендігіне ишара. Түсіңізде өрмекшінің торына түсіп қалсаңыз, сіздің әлсіз екендігіңізге ишара. Түсіңізде өрмекшінің тор салып жатқанын көрсеңіз, көп қиыншылықтар болатындығына ишара. Түсіңізде өрмекшінің торын жинастыра алмай жүрсеңіз, жаман мінезіңіз бен көп қателік жасағаныңыз себепті мақсаттарыңызға қол жеткізбегендігіңіздің белгісі. Бойдақ адам түсінде жолын өрмекшінің торынан тазалап жүргендігін көрсе, өткен күндеріңізді ұмытып, болашаққа қадам басқандығының белгісі. Бойдақ адам түсінде өрмекшінің торын көрсе, ол сіздің қауіпсіздікте екендігіңіздің белгісі. Бойдақ қыз түсінде өрмекшінің торын көрсе, өмірін өзгерткісі келетіндігіне ишара. Бойдақ қыз түсінде өрмекшінің торын көрсе, жақсы жұмыс іздеп жүргендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде үйінің ішінде өрмекшінің торларын көрсе, өміріңізде болып жатқан қиыншылықтарды білдіреді. Ал егер сол торларды жинастырып жүрген болсаңыз, сіздің еңбекқор екендігіңізді және алға қойған жоспарларыңыздың көп екендігіне ишара. Сондай-ақ балаларыңыз бен үйіңізге ұқыпты екендігіңізді білдіреді. Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде өрмекші сізді шағып алғанын көрсеңіз, сізге бір ауыр соққы болатын қулыққа түсетіндігіңізге ишара. Сондай-ақ сол адамның сіздің артыңыздан жаман сөздер айтатындығына ишара. Түсіңізде улы өрмекшінің сізді шағып алғанын көрсеңіз, жақын бір адамыңыздың сізге жамандық жасайтындығына ишара, және бұл жараңыздың психологиялық тұрғыдан көп уақытқа дейін созылатынын белгісі. Ауырып жатқан адам түсінде өрмекшінің бетінен шаққанын көрсе, оның ауруы асқынатындығына ишара. Түсіңізде сізді өрмекші шағып алса, сіз жақсы деп ойлап жүрген нәрсе сізге тұзақ болатынын белгісі. Түсіңізде өрмекшінің шаққанын көрсеңіз,
сіз өз өміріңізге немқұрайлы қарап жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде өрмекшіні көрсеңіз, денсаулығыңыз сыр беріп, бір ауруға шалдыққаныңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің қолыңыздан шаққанын көрсеңіз, дінге бет бұрыңыз дегенді білдіреді. Істеп жүрген жаман қылығыңызды тоқтатып, жаңа өмір бастаңыз дегенді білдіреді. Түсіңізде өрмекшінің шағып алуынан аман қалып, оны өлтірсеңіз, сіз күнәңізді тәубе жасағаныңыздың белгісі. Түсіңізде өрмекшінің қолыңызды шағып алғанын көрсеңіз, кедейшілікке тап болатындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің қолыңызды шағып алғанын көрсеңіз, таныстарыңыздың бірі сізге дұшпан екендігіне ишара. Түсіңізде өрмекшінің қолыңызды шағып алғанын көрсеңіз, алға қойған жұмыстарыңызды биыл жасай алмайтындығыңызға ишара. Сол себепті келесі жылға қалатындығының белгісі. Түсіңізде оң қолыңызды өрмекші шағып алса, ақша табуда көп қиыншылықтар болатындығына ишара. Ал егер сол қолыңызды шақса, харам жолмен келген ақшаны алып қойғаныңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің сізді шағып алғанын көрсеңіз, сіздің жаман жолда жүргендігіңізге ишара, сондай-ақ дінде адасып жүргендігіңізге ишара. Бойдақ адам түсінде өрмекші шағып алғанын көрсе, оның жақын бір досының жау екендігіне ишара, және сол жауы оған бір жамандық жасайтындығының белгісі. Наблюсидің пікірінше, тұрмыстағы ел түсінде өрмекшілерді көрсе, күйеуі мен оның арасында бір түсінбеушілік болатындығының белгісі деген. Сондай-ақ бір жаманшылықтан кейін жақсылық болатындығына ишара. Түсіңізде сізді өрмекші аяғыңыздан шаққанын көрсеңіз, сізден талап етілген нәрселерді жасай алмайтындығыңызға және бастаған ісіңізді орта жолдан тастайтындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекші арқаңыздан шағып алса, біреуге қиянат жасағандығыңызға ишара. Тұрмыс құрмаған қыз түсінде ақ өрмекшіні көрсе, жақсы жігітке тұрмысқа шығатынына ишара. Жүкті әйел түсінде ақ немесе қара өрмекші көрсе, босану кезіндегі қиыншылыққа шыдай алмайтындығына уайымдап жүргендігінің белгісі. Бойдақ қыз түсінде ақ өрмекшіні көрсе, теңдесі жоқ ер адамға кездесетіндігіне ишара. Түсіңізде ақ өрмекші көру жақсылықтың белгісі, яғни ол адамның бойында біреуге көмектесу, бір мәселелерді оңай шешу секілді қасиеттер бар екендігіне ишара. Түсіңізде ақ өрмекшіні көрсеңіз, сіздің өміріңізді өзгертетін жағдайлардың болатындығына ишара. Түсіңізде ақ өрмекшіні көрсеңіз, Алла тағаланың тыйымдарынан сақтанып, Алла жақсы көретін істерді жасап жүргендігіңізге ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде ақ өрмекшінің жүргенін көрсе, ақылды әйел екендігіңізді және сол үшін күйеуіңіздің сізге деген махаббатының жақсы екендігін білдіреді. Түсіңізде қоңыр өрмекші көрсеңіз, сіздің көмекке мұқтаж және әлсіз екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде қоңыр өрмекші көрсеңіз, сіздің бір қу адаммен дос болатындығыңызды білдіреді. Ол сізге немесе сіздің жақындарыңызға зиян беруі мүмкін екендігіне ишара. Түсіңізде қоңыр өрмекшілер сізді қоршап алса, сіздің жауларыңыз бен жаман достарыңыз сізді қоршап алып, соққыға алатындығына ишара. Түсіңізде қоңыр өрмекші шағып алғанын көрсеңіз, сіздің жақын бір адамыңыз сізден бір нәрсе ұрлап жүргендігіне ишара. Түсіңізде қоңыр өрмекші сіздің бір шешімге келіп, соны айта алмай жүргендігіңізге ишара.